Бәріне сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің атым Малика. Мені Мако дей берсеңдер болады. Бұл видео негізінен таныстырымдылық, яғни кіріспе сияқты болады. Себебі бұл жерде мен кіммін, неге видео түсіремін, және видеоларым не жайлы болады деген сұрақтарға жауап беремін. Сонымен кеттік. Бірінші сұрақ ол мен кіммін? Айтып өткендей, менің атым Малика. Мен Өскемен қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 12-ші сынып оқушысымын. Және де мен өзімді әлі толықтай түсіне алмай жүрген қарапайым жасөспіріммін. Жасым 17-де. Неге видео түсіруді бастадым? Оның бірден-бір нақты себебі жоқ. Алайда бұл менің мектептегі соңғы жылым болғандықтан, мектептегі соңғы айларымды қызықты өтсін деп, яғни осы уақытты ерекше қылатындай, есте алатындай қызықты бір нәрсе жасағым келді. Сондықтан YouTube'ға видео түсіруді ұйғардым. Сонымен қатар мен орысша айтқанда хочу побороть свою неуверенность. Да, неуверенность в себе. Өзімнің сенімсіздігімді жойғым келді. Білмеймін, мен негізінде басқаларға сөйлеуге кішкене ұяламын. Сондықтан болашақта осындай мәселелер туындамас үшін видео түсіріп, үйреніп, басқалармен қалай айтсам болады, аудиториямен сөйлесуге үйренгім келді. Келесі үшінші сұрақ ол қандай видеолар болады, яғни не туралы, не жайлы мен видео түсіремін. Мұнда да бір нақты жауап жоқ. Бірақ бұл мен қазақша өзімнің өмірім жайлы, мүмкін жасөспірімдердің мәселелері жайлы шығар, мектеп жайлы және қызығушылықтарым жайлы видео түсіргім келеді. Қазақша түсіруді ұйғарған себебі ол негізінде мен қазақ тілін қатты жақсы көремін. Бірақ мен өзімді бір нағыз патриот деп санамаймын. Тек қана қазақ тілге деген махаббатым үлкен. Себебі ол қазақ тілі ана тілім, ол маған деген ең жақын және жылы тіл. Сонымен қатар мен байқағаным бойынша ғаламторда, мысалға осы YouTube'тың өзін алайық, қазақша контент өте аз. Сондықтан қазақша түсіремін. Сіздердің немесе сендердің қолдауларыңды күтемін, және де менің жаңа келесі видеоларымды күтіңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Сау болыңыздар.